Бүгін планета туралы айтатын боламыз. Каналыма кіріп тіркеліп кетіңіздер, лайктарыңызды басып, менің каналымды қолдап кетіңіздер. Ал кеттік, видеоны бастайық. Біріншісінде Марстан бастайтын боламыз. Марста өмір болған, андай ағаштар, сулар дегендер болған екен, достар. Бірақ 4 миллиардын лет назадты. Баяда. Ал қазір Марста өмір жоқ қой. Ағашта жоқ, тірі жанда жоқ даже. Солда атмосфера жоқ жерде су пайда болыпты. Қарма какой-то Марстан іздеп көрсең, қар сияқты бірдеңе тұрады, аппақ. Білесіздер ме? Тиктоктан қараған болсаңдар, комментарий жазып кетіңіздер, білесіздер ме, білмейсіздер ме? Қар сияқты, су сияқты тапқан, И Марста 2050 жылы жалпы адамдар өмір сүреміз деп отыр ғой тиктокта. Шулап кеткен, не екенін білмеймін, жер жақсы емес пе, наоборот, Марста 24 сағаттан кейін 12 болады екен, түн болады уже. Ол қалай сонда? Біздің жер түн болу үшін примерно 12-ге дейін ғой. 0 болғанда уже барлығы ұйықтап қалады. Деп, Солда не айтайын жадырамын, достар, ұмытып қалдым, ал күн ше? Күн ядросы бар. Бать, не айтайын жадырамын, Юпитерге көрсекші. Юпитерде жер жоқ, плоская ол. Бұлттар жаққа, бесконечный бұлттар. Но сияқты емес, бұлттар, бесконечный, Сол, бітпейтін бұлттар, жер жоқ, басатын былай. Жерде ойлап қалса, бұлтты басып қалса да, болып құлақ кетеді сразу, бесконечный пустота. Сосын Юпитердің бір точкасы бар. Ода 300 жыл тоқтамай торнадо болыватыр, дауыл болыватыр. Я, достар, бұл невозможно ғой. А жерде примерно торнадо бір күнге дейін бе, максимальный солай ғой. Так, Уранда жалпы жерде жоқ. Юпитер сияқты олда, бірақ бұлттар да жоқ. Бұлттар болу мүмкін, бірақ осындай. Бірақ кішкене бұлттар көп емес. Сулар толған, қатып қалған өше. Бір сосын пришелец бар екен, какой-то Нептундағы. И сосын оның жамбыры алмаздан жабады екен, достар. Я, достар. Бұл қызық па? Нептунда, прикиньте, достар, Нептунда алмаз жауады. Жамбыр. Біздің жерде жамбыр андай ғой, су ғой, просто су ағатын. Просто. Стаканға су қойғандай ғой, типа. Ал Нептунда андай басқаша, наоборот, алмазный. Достар. Уран бұл салқын жер. Адам даже оған барса, бір ұшын да тегіз алмайды, духы да жетпейді. Өткені сразу 1 секундта қатырып тастайды уже. Эверест сияқты ғой, Эверестке ешкім бара алмаған дейді ғой. Жалпы мұзды жер ғой, ол зерттелмеген. Бармаған адамдар, барып көрмеген, сол сияқты олар. Уранға ешкім бара алмайды. 1 секундта қатырып тастайды сразу. Мінген сон. Түскен сон деген, мінген сон деген. Так, енді. Марсты айтуға ұмытып кеттім, Эверест ең үлкен тау ғой, жалпы біздің жердегі ең үлкен тау. Бірақ Марста ондай емес. Эвересттен екесері лампал дегенде, сол лампалдай дау кәдімді. Адамдар вообще невозможно міне алмайды вообще. Тоже Марсқа ешкім барып көрмеген, зерттемеген. Плутон ше, неге Плутонды алып тастады планеталардың ішінде?
Неге екенін білмеймін, бірақ та Плутон ең карликовый планета. Австралиямен бірдей почти. Африкамен деген, короче. Солды сол үшін Плутонды, короче, аптаған ғой. Ой, не кетті. Короче, планеталардың қасындан. Сол Плутон сосын карликовый планета болып қалды. Еще планета саналмайды, сосын 8 планета болды бізде. Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон жоқ. Достар, енді Плутон жоқ қой. Енді Жерді білесіздер ғой енді. Бірақ оны Антарктиданың несі бар, бірақ оны айтуға болмайды. Скрытвающий не ғой, короче. Біреу айтып қалады, блоктап тастады ғой, даже каналын. Сол үшін мен айтпайтын боламын. Антарктида туралы. Сол, короче, Меркурий ең ыстық планета. Бірақ ол түн болғанда ең салқын планетаға айналып кететін болады, достар. Достар, ең салқын. Біресе ыстық, біресе сап-салқын. Бүйтіп жүреді ғой жерде. Ой, жазды. Қыс болса екен, қыс деп жүреді, ал қыста жаз болса екен ғой. Ал Меркурийда тұрса ше адамдар. Ё-майо, вообще қаламайды ғой онда. Да жазда да демейді, қыста да демейді, өткен сап-салқын еще қатыртсайды адамды. Сол, короче, өткені ыстық бар емес пе, бұл бірінші планета ғой, жақын тұрған күнге. Достар, дұрыс айтып отырмын ғой, сол күнге тұрған үшін ана күннің несі, жарықтары, ыстылығы сол Меркурияға жақындап тұрады екен. Сол Меркурий ысып кеткен ғой, типа ыстық картошка сияқты. Допта ойнап жүреміз ғой, ыстық картошка деп. Короче, былай. Сол, короче, достар. Шолпан. Бірақ Шолпан мен зерттеген жоқпын. Венера ғой. Венера андай кәдімгідей ыстылықтың ыстылығы күйдіріп тастайды адамды сразу кислородпен еще. Бұл кәдімгідей Венераға ешкім бара алмайды. Вообще мүлде. Бірақ 4 миллиард жыл назадта, баяда 4 миллиард лет назадта даже, достар, сол кезде Марспен бірдей андай өмір бар екен, сол Венерада. Ал қазір андай, короче, күн бұзып тастаған ба, или атомный, короче, апокалипс болған ба, сол планеталарда, короче, сосын андай ыссы планеталарға айналып кеткен ғой, короче, достар. Сол енді, так, енді не айтты? Сатурн. Сатурн ғой. Короче, Сатурн андай ғой планета. О, спутниктері өте көп. Еще да көптігісі ғой, енді оны айтпақ қойын, білесіздер ғой. Оның айы бар еще. Айын ұмытып қалдым атын, бірақ білмейтін болам. Ой, не кетті, ябай. Короче, айтыш. Короче, айы бар. Достар, ұмытып қалдым, оның атын әлі зерттеген жоқпын, оның атын, короче. Так, енді черный дыра. Бірақ оны екінші бөлімде айтатын болам, достар. Сіздермен бірге Самиғолла Али. Ал давайте сау болыңыздар. Короче, достар, жер қалай пайда болғанын көрсететін болам. Ең соңында, короче, лайктарыңыз басып, тіркеліп кетіңіздер. Короче, юху. На. Жер осылай пайда болған, достар, лайктарыңызды басып, подпискаларын басып, мені қолдап кетіңіздер. Жер осылай дөңгелекке айналған сосын. Жер қатты ыссы болған 1000 градусқа жететіндей. Баяда 4 миллиард жыл назадта. Сосын метеорит келіп жерге соғысқан.
сосын атомный взрыв болған жерге. Сосын жерге айналды.